Белгілі мемлекет қайраткері, халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданында дүниеге келген. Ол егемен еліміздің саяси өмірі мен қоғамдық тыныс-тіршілігінің ыстық-суығын бастан кешіп, азаттыққа деген әлеуметтік аңсарын өз шығармаларына арқау еткен айтулы азаматтардың бірі. Жазушының 1992-93 жылдары таңдамалы 2 томдық, 1995 жылы «Заманмен сұхбат», 1998 жылы «Азаттықтың ақ таңы» публицистикалық мақалалары, толғамдары, 1999 жылы 12 томдық шығармалар жинағы жарыққа шықты. Оның «Аңыздың ақыры», «Үркер», «Елен алан» тарихи романдары тек тарихи шежіре емес, бүгінгі қоғам үрдісімен, ұлт мүддесімен астасып, өркениеттің өшпес құндылықтарына ұмтылатын мінез тәрбиелік қуатты шығармалар. Автордың осы шығармалары қазақ әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланып, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алды. 2002 жылы шыққан «Шандоз» жинағы тарихи тақырыпты ғылыми дәйекпен, дерекпен түсінікті ұғымды етіп жеткізудің жаңа бағыт-бағдарын белгілеп берді. Сондай-ақ ауыл өмірінен жазылған повесть әңгімелер жинағы «Дала балладалары» Әбіш Кекілбайұлының кең тынысты эпик суреткерлік болашағын танытады. Қазақ прозасының қазынасына айналған «Жеті хикая», «Махаббат мұнарасы» роман хикаяттарында автордың көркемдік философиялық тұжырымдамасы барынша толық танылады. Әдебиетке бала кезінен мол дайындықпен келгені оның терең шығармаларынан айқын көрінеді. Ол өзінің көркемсөз зергерлігімен біздің рухани өмірімізді байытты, көзімізді ашты, көкірегімізге ұлттық сенім, сана ұялатты.